20 жастағы бір кішкентай бала келетін болса, мен қабылдамайтын едім. Біріншіден ол жасына сәйкес келмейді, екіншіден мен оны сүйреп жүруге уақытым жоқ, мен қартайып кетемін ғой, оны сүйреп жүрген кезде деген сияқты ғой енді. Енді Мадина мен Мадиярдың жасы енді бір-екі жас ажырасу деген нәрсе бұл қазіргі қоғамда болып жатқан дүние ғой. Мадина, бір дүниені айтайын, дерт деп айтсам да болады. Бір дүниені айтайын, сен когда өзіңді жақсы көресің, барлығынан биік қоясың, сол кезде сенің миыңда бұндай нәрсе болмайды, өзіңді екінші орынға қою, өзіңді төмендету деген нәрсе болмайды. Ажырасқанмын ғой, бірақ мен ажырасқанымды ұмытып кетемін бар ғой, настолько өзімді жақсы көремін, настолько өзімді биік санаймын. Даже маған келіп, егер сен өзің жайлы осылай ойлайтын болсам, бүкіл адамдар саған сол әңгімені айта береді. Ажырасқаныңа кінәлі емессің, бұл өмірде қандай ситуация болса да сен ешқашанда кінәлі санама өзіңді. Бұл өмір әр адамға әрқалай қиындықтармен келеді. Сен де бақытты болуға лайықтысың. Жоқ, жаңағыдай айтып жатыр ғой, енді өзің адамды сөйтіп айта беріп жалықтырып алмайсың ба деп. Мен де негізінде ұмытып кетемін, расымен де өзім ажырасқан екенді, бірақ кей кезде болып қалады ғой, моменттер ше, ситуационно болып қалады. Осындай кезде, осындай бүйтіп ойлап отырған кезде уже андай напоминание болып кетеді да кей кезде. Кейде болмаса, сен ажырасқансың ғой, маған қалай қарайсың деген кезде уже анау миыңда қалып қалады да. Мен өзім сондай адаммын. Бір адам жай сөз айта салатын болса да, мен мән бермеген сияқты жүремін, бірақ ол миымда қайталана береді да. Неге осы Бекзат екеуіңіз туралы көп әңгіме айтылады деп? Неге, Бекзат? Жай қызық, сізді басқа қыздармен қоспайды, басқа емес. Балсағаным, Бекзат айтпай тұрып айтып жіберейінші. Негізі жаңағы братқа айтқым келгенді, жаңағы брат ренжімеш, бірақ та мен көкірегіне итеріп атқан жоқпын. Сен таңдауыңды қатты сыйлап тұр. Бірақ та Мадинаға более шустрылау өйтіп көрсетейінші мен қолмен. Иә, және де Бекзат сияқты жігіттер керек сияқты. Отырмын да, бір контент, коллаборация деген негізделген, бірақ та мені love story көрген сияқты болды. Алып видеоларыңызды жүретін кездеріңіз болады, одан кейін бір қойып кетіп едіңіздер үміткер келгеннен кейін. Бірақ әлі де сол сұрақ жалғасып жатыр, ой жалғасып жатыр. Неге, Бекзат? Баласаған білмеймін енді, бұл нәрсе андай нақты ерекше нәрсе емес, шыны керекше. Оны контент түсіруімізді өзі бір случайность болды негізі. Эфирдан шықтық, барып бірге тамақ іштік негізі. Одан кейін контент случайно түсірeceğiz сол жерде. На месте шығып кеткен нәрсе болды. Әйтпесе ақылдасып, ойласып түсірген жоқпыз. Негізі контентті кім Мадина өзі түсіруге бара жатқан. Мен просто жанына еріп, давай бірге түсірейік деп менің ұсынысым болды, бірге түсіру негізі. Бірге отырып қол ұстасып дейсіз. Бағана және Мадина маған бүйтіп тиісіп қалды да, Мадина бір ойнап қалды да, сен Мадинамен ойнап едіңіз, сразу артынша барып Бекзаттың артына тығылып, сол кезде бір қатысушылар біреу сұраған болатын, ой, неге Бекзаттың артынан тығылдың деген сияқты. Сонда іс-әрекеттерін мен де байқаған болатын, мен де ойлаймын осы екеуінің арасында бірдеме бар ау деп. Бірақ мен жаңа сұрадым сіздерден, екеуіңізге де ескерту, сіздің үміткеріңіз бар, енді сіздің де үміткеріңіз бар. Әркім өзінің жүрісіне, тұрысына жауап берсін. Бір-бірлеріңізден аулақ ұстаңыздар, әрине ақылға сыйымды деңгейде араласыңыздар, бірақ артық құшақтасу деген сияқты, білмеймін, қатысушылардың айтып жатқан әңгімелерінен өздеріңізді тыйып жүрсеңіздер. Себебі көз көп, сөз көп, қатысушы болғаннан кейін осы жердің талабын сақтасаңыздар. Балауса ханым, айта кетейінші, иә, түсінем, талғамға талыс жоқ дейді. Және де осы жерде енді естіп жатырмын бүкіл әңгімелерді, барлығын білемін. Және де үміткерме келетін болсақ, ол кісі жасы кіші. Енді мен нете алмаймын. Танысуға нете алмаймын андай. Жібермейді менде жас аралығы, одан кейін қатысушылар тыныш. Сырласуға бармайсыз ба? Жоқ, бара алмаймын. Негізі мына жерде жігіт адам келіп, қадам жасауының өзі халықтың алдына келуінің өзі тура сондай деп ойлаймын. Бұл жерде енді жарайды, таныстық болашақ көрмесең де мүмкін жақсы адам ретінде түсіну үшін, дос болу үшін дейікші, бір шай ішіп. Егер барғысы келмесе, зачем қинап? Әр адам өз уақытын бағалау керек қой. Бұл жерге де мына жігітке де зіра үміт бергісі келіп отқан жоқ шығар мүмкін. Жақсы, шешім өзіңізден. Барайық сырласуға, иә. Бір сөйлесіп көрейік, онда бір сөйлесіп көрейік енді. Мадина, сіз өзіңізді күштемеңіз. Нақты өзіңіз алғашқы сіз қалай ойлайсыз, солай айтыңыз. Ешкімнің ойына бола ойыңызды өзгертіп жібермеңіз. Онда таныстық тоқтайды болса. Жақсы, енді